Ассаламалейкум достар. Үлкен жарыс алдындағы үлкен дайындық бір күн ғана қалды. Ертең 29 қазан, бүгін 28-і Олимпик сарайында үлкен жарыс. Тұран барысы, палуандардың барлығы қазір залда, қызу дайындықта, маңдайдан тер төгіп, ертеңгі үлкен жарысқа барлығы дайындалып жатыр. Қазір енді мына жақта қырғыз бауырларымыз дайындалып жатса, ал мына жақта түрік бауырларымыз қызу дайындық үстінде. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір барлығы растяжка жасап, маңдайдан тері шығып, енді біз дайындықтарын бір пысықтап көрейік. Өткенде көрдіңіздер, ең бірінші болып Қазақстанға, Түркістанға келген Түркия бауырларымыз болса, қазір осы бауырларымыздың дайындықтарын көреміз. Жүріңіздер. Ассаламалейкум. Алейкум салам. Дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Да, we готовы, но команда also готовы. Учитель together we coming is here. I speak Russian language чуть-чуть. No, we are ready. We are so difficult training make it. No, we are running the mountain. We are wait. We are good, great waiting these tournaments. We are ready. Вы судья, да? Referee? Yes, I am referee. He is coach. Біздің судьямыз ғой, referee. Stopping, no go дейтін ертеңше. Тоқта. Тоқта, алға деп. Ал біздің енді жаттықтырушымыз осы Түркияның. Ассаламалейкум. Түркияның өзіміздің бауырларымызды осы жарысқа алып келген, барынша дайындықтарын пысықтап, ертең жеңіске жетсін деп, Түркияның жалауын желбіретсін деп дайындықта жүрген. Өзі де жаңа залда жүгіріп жүр балалармен бірге. Мына жақта шетте қарап тұрған жоқ, бәрі дайындалсын деп. Өзі секіріп, олармен бірге дайындық. Өзі болады ғой, жаңағыдай жаны күйіп жүр да, өзінің командасы үшін. Как у вас подготовка? Are you ready? Yani hazırız. Çok iyi hazırlandık. Zaten son bir aydır buraya gelmek için hazırlanıyoruz. Buradaki diğer takımları gözlemliyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Завтра победите. Nedir? Kazanmaya geldik. Kazanacağız. Kazanacağız. Gold. Gold, silver. No problem. No problem. Алтын аламыз дейді ғой. Мен де түсініп тұрмын енді шамалы. Gold десем енді алтын, silver деген енді күміс. Разница жоқ деп тұр ғой. Солардың барлығын аламыз деп тұр енді. Дайындық зор деп тұр. Ya final. Hedef final. Final şişedi ғой ертең. Дайынсыздар ғой. Evet, hedefimiz final. İnşallah finale kadar gelip orada en iyi sonucu alacağız. Тамақ қалай? Yemekler gayet güzel. Misafirperverlik de çok güzel. Ortam da çok güzel. Yani her şey çok güzel. Bize sadece geriye kazanmak kalıyor. Kazanacağız inşallah. Қазақтың еті ұнап жатыр ма? Meat, Kazak meat. Süper. Kazak meat süper. Yani sığır eti yedik daha çok. At eti yemedik ama yemekler çok güzel. Kımız yok, kımız da içmedik. Gelmedi. Ama deneyeceğiz işte. Gitmeden deneyeceğiz. Gold final kımızda. Evet. Kazak meat'le. Evet. Final gold kımız. Ертең өткізіп алайық, жеңіске жетейік, одан кейін қазақтың етін де жейміз, қымызын да жейміз. Бәрін болады деп тұр ғой бұйырса. Ал оған дейін қазір қызу дайындықта. Қазір енді сіздің жігіттерде кім сіздерге бәсекелес? Kimden korkarsızlar? Elde korkmayızlar mı hiç kimden? Yani sporcularımızın hepsi çok iyi, çok kaliteli. Hepsi Türkiye'de şampiyon olmuş, derece yapmış sporcular. Biz şu an 7 sporcumuz var. En az 5 tane final düşünüyoruz inşallah. He say all command, all team have the quality team. Everybody have the champion medalist, but we want the final and Kazakhstan team and Turkish team we make the friendly match. We want the one. Қысқасы не ғой? Екеуін де түсінген жоқтым негізі. Бірақ енді бұл жерде не болса да қазақ күресі достық жеңеді деп жатыр. Мен солай түсіндім енді. Ең басты енді ешкім жеңілеміз деп келмейді ғой. Барлығы жеңеміз деп келеді. Түрік бауырларымызға жеңіс тілейміз. Ең бастысы осы қазақ күресі жоғары деңгейде өтсін. 29 қазан күні Олимпик сарайында барлықтарыңыз теледидардың алдында, егер келе алмасаңыздар, күтеміз, көріңіздер. Мемлекеттер арасында кәдімгідей үлкен күрес, қазақ күресін жоғары көтереміз ертең. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Енді жаңа айтып жатыр.
барлық мемлекет осы жаққа, осы жарысқа мықтыларын алып келді дейді. Біз де өзіміздің мемлекетіміздің атынан тек қана мықтыларын алып келдік дейді. Енді ертең Алла қаласа финалда барлығы шешіледі дейді. Одан бөлек өткенде күткен кезде әуежайда біз бірінші орын алуға тырысамыз деді. Бұл жолда солай, жігіттердің дайындығы да сондай дейді. Бірінші орын бұйырса бірінші орын деп отыр. Ал ертең бір күн ғана қалды, көреміз кім жеңіске жетеді. Финалда барлығы шешіледі ертең.